Айт. Ғалымдарға сөз келеді ғой, мен бір Аллахқа күнә істеген болсам, оны әйелінің мінезін, әлде болмаса астында есегінің мінезіне көріп сол сөз келеді ғой, сол егер біздің үйімізде бір фитна болатын болса, әйеліміз арқылы, әке шешеміз, туыстарымыз арқылы біз тәубе етеміз бе, сонда Аллахқа қайтып біз қайтамыз ба? Бұл ойлануға шақырылған сөз бұл. Сөзсіз осындай жамандықтардың бір себебі болу керек. Сол себепшілерінің бірі сен өзің болуы мүмкін. Өзімізде бір кемшілік болуы мүмкін. Не бір арамның шегінде тұрмағанбыз, немесе бір уажиптың шегінде тұрмағанбыз. Түсінікті ме жоқ па? Адам өзін қайталау керек. Қай жерде мен бір бос жібердім? Қай жерде бір кемшілігім бар? Өзімде ма? Солай ма? Амалымда, иманымда, намазымда, тапқан адал арам мәселелерінде, әйелдердің ақысы, бала-шағаның ақысы, көршінің ақысы бар. Түсінікті ме жоқ па? Соған ұқсаған қай бір жерде мен бір жерде бір кемшілік жіберіп қойдым екен деген біреуді айттай бермей, бұл мынау, өзі анау мынау деп біреуден сырттан айыптай бергеннен сол нәрсе өзімізге қайта, әсіресе семьялық, орталық мәселелерде сөзсіз өзімізде болатын бір қате болуы мүмкін. Сол үшін бұл адам ойланып тұру керек.